Аллах Тағала кімді тура жолға салса, оны ешкім адастыра алмайды. Егер де кімді Алла адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Біз жақсы көрген адамымызға дінді туралғы түсіндіре алмаймыз, бере алмаймыз. Өйткені пайғамбар да соны бере алмаған. Аллах Тағала Құран кәрімде: "Ей Мұхаммед, сен өзің жақсы көрген адамға иман бере алмайсың, бірақ та Аллах Тағала өзі жақсы көрген адамға, өзі қалаған адамға иман береді" деді. Сондықтан Алла қалаған адамды тура жолға салады. Алла адастырған біреу пенде болатын болса, оны адам тура жолға сала алмайды, бірақ та адам себепші болуы мүмкін да. Ақиқат нәрсе айтылған кезде тыңдайтын құлақ, жүрек ашық болған болатын болса, онда ол қабылдайды сол нәрсені. Аллах Тағала Құран кәрімде не деді? "Хатамаллаху қулубахум", олардың жүректері өрленіп қалған, жабылып қалған деді. Адасушы, қателесуші топтарға ақиқат нәрсені айтқан кезде олардың жүректері жабық та, ашылмайды да. Өйткені Аллах Тағала олардың жүректерін мөрлеп қойған. Сондықтан Аллах Тағала біздің жүректерімізді сондай мөрлеп қоюдан сақтасын. Және де сөзіміздің басында айтқан баршаларымызға тақуалық насип етсін иншалла. Тақуалық дегенді тағы да түсіндіреміз. Алланың бұйрықтарын толық орындау, және де іліммен орындау нәрсе.